Сәлем достар, далада қар тоқтауы шығып, ет асып, ыстық сорпа ішетін күн болып тұрса да, біз ерігіп, өзінше болып балмұздақ жасадық. Бұл өте оңай, әрі екі ғана заттан дайындалады. Құрамы табиғи, ешқандай химиялық қоспасыз пайдалы өнім. Алдымен екі бананды қабығынан ашып, турап аламыз. Оны тарелкеге салып, пищевой пленкамен жауып, мұздатқышқа 2 сағатқа қоямыз. 2 сағаттан соң жартысын блендерге салып, жақсылап еземіз. Мінекей осылай шығу керек. Енді бұған малинаны қосамыз. Біз мұздатылған малинаны таңдадық. Сіздер қалаған жемістеріңізді қоссаңыздар болады. Мінекей дайын болды. Ыдысқа салып, бетін жауып, 2 сағатқа қатырып қоямыз. Енді қалған банандарды еземіз. Бұл бөлігіне какао қосамыз. Мұны да мұздатқышқа қойып қоямыз. Мінекей достар, балмұздақтарымыз дайын болды. Дәмі табиғи, өте керемет дәмді болып шықты. Ас болсын.